Өнер отбасынан басталады. Еңбек тәрбие негізі, ал бірлік бақыттың кілті. Әке, біз неге домбыра дастап жатырмыз? Қызым, бұл домбыра қазақтың жаны. Ал шеберлік әрбір іске үн қосу қызым. Дұрыс айтасыз әкесі. Біздің қазақтың ұлттық аспабы домбыраны біз бүгін қолөнермен бірге жасайық. Қызым, мұнда бізде кең дала орналасқан. Осында біз қазір ата-бабамыздан келе жатқан асыл тұқымды жануарымыз жылқыны жабыстыратын боламыз. Ал қазір екеуміз мына күннің пішінін бірге кесіп, бірге жабыстырайық, иә? Анасын, мен күнді жабыстырайынса. Жарайсың қызым. Әрбір еңбектің өз орны бар қызым. Біз домбыра бишеміз, домбырамызды Әдемі жасадық па? әдемі жасадық. Дұрыс айтасың қызым. Бірлік бар жерде береке бар. Еңбекқор бала ата-анасының үмітін ақтайды қызым. Әкесі, біз биыл қазақтың мұзбалақ ақыны Мұқағали Мақатаевтың 95 жыл толуына орай Мұқағали Мақатаевтың «Үш бақыты» деген өлеңін жаттадық. Соны айтып береміз ба, қызым? Айта ғой қызым. Ең бірінші бақытым. Ең бірінші бақытым қалқан менің, соған берем ойның алтын кенін. Ал бар болса мен барым, қор болмайым, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Қыз бала. Шебер әке. Өнерлі ана. Ал бірге біз өнерлі отбасымыз.